Арнама қош келдіңіздер. Айраннан оладий, яғни құймақ дайындаймыз. Көтерілген қамыры дәмді боп шығады. Аяғына дейін менімен бірге болыңыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ал онда бірге жасап көрейік. Ыдысқа жұмыртқаны жарыңыз. Тұз және қант қосамыз. Қантты бір ас қасықтан көп қоспаңыз, әйтпесе қамырыңыз көтерілмей қалады. Қасықтың ұшындай кішкене ванилин қосып жіберіңіз. Жылы айранды құйыңыз. Айраныңыз міндетті түрде суық болмау керек. Бөлме температурасындай болса жарайды. Ұнды илеуіштен өткізіп, сода қосыңыз. Дұрыстап араластырыңыз. Құймақтың консистенциясы қою қаймақтыкіндей болу керек. Әбден араластырып болғаннан кейін, қуырғанға дейін араластырмаңыз. Алдымен сұйық майды құйып, табаны дұрыстап қыздырып аламыз. Енді құймақты бір қасықтан құйыңыз. Табаңызды бір қыздырып алғаннан кейін, орташа отта екі жағынан қуырып шығыңыз. Құймақтарды екінші жағына аударып алғаннан кейін, сәл қақпақты жабыңқырап қуырыңыз. Қағаз сүлгіге майын ағызып шығарып аламыз. Мінекей айраннан жасалған әдемі құймақ оладиларымыз дайын болды. Қаймақ немесе джеммен ұсынсаңыз болады. Бейне ұнаса тіркеліп кетіңіздер, сонда менің жаңа рецепттерімді жіберіп алмайсыздар. Аяғына дейін назарлағаныңыз үшін рахмет. Шайларыңыз тәтті болсын.